жаттығуды дұрыс жасап жатқандығымызды қалай білуге болады дейді құрметті достар. Сіздер әрине YouTube'тан сабақ көрген кезде өздеріңіздің қателіктеріңізді көре бермейсіздер. Сондықтан сіздерге менің ең дұрыс кеңесім, өзіңіз дамыту үшін әрине өзіңіз орындап жатқан жаттығуды өзіңіз басыңыз. Басында сіз түсінбеуіңіз мүмкін, дұрыс түсіп жатсыз ба, жоқ па. Егерде ондай жағдайлар болса, онда вокалистпен жұмыс жасаңыз. Ал егерде өзіңіз түсіп жатсыз ба, жоқ па, оны ажырата білетін болсаңыз, онда әрине өз даусыңызды өзіңіз күнделікті басып, тыңдап, және де өзіңізге өзіңіз сенімділікті арттыра түсіңіз. Өзіңіздің даусыңыз өзіңізге ұнай бастаған кезде аудиомен сөйлеуді, өлеңді де айтуға қысылмай, өзіңізді өзіңіз үйретуіңіз қажет болады. Біздің каналымызбен достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Сіздерге жақсылық, сәттілік тілейміз, әдемі дауыс тілейміз. Сау саламатта болайық.